Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін табиғи таза өнім жасаймыз. Менде міне кеше асқан жылқының етінің сорпасының бетіне тоңдап жиналған майы, өте табиғи таза өнім. Өстіп бетіндегі майдың бәрін жинап, тапамызға салып, астына от жағып, жақсылап қыздырамыз. Майымыз еріп, ішіндегі тортасы қайнап, тортасынан айыратын боламыз. Мекеңіз, май қайнап жатыр, жиегінен көрініп тұр, таза майдың шығып жатқаны. Осылай жаймендеп қайната береміз. Мүмкіншілігінше өстіп майды тортасынан айырған кезде қалың осындай тапа пайдалануы керек, себебі астына кішкене қатуы да мүмкін. Міне енді әне-міне дегенше сорпасынан айырылып, қараңыздар, қандай мөлдір таза май, таза жылқының майы. Енді бұл майды барлық тағамдарға қоса берсеңіздер болады. Шетінен тоңазытқышқа қойып, қуырмаштарға, сорпаларға қоссаңыздар болады. Бауырсақ пісірген кезде, балық қуырған кезде, кәдімгі сұйық майға жарма-жар қылып осы майды қоссаңыздар болады. Өте дәмді, құрамында холестерині жоқ, өте таза өнім, денсаулыққа 100% пайдасы бар. Мінекейіңіздер, майымыз тортасынан толығынан айырылды. Енді осы майдың астын сөндіріп, салқындатып, бір ыдысқа құйып аласыздар, өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа. Контейнерге құйсаңыздар да болады, менде банка. Салқындағаннан кейін осы банкаға құйып, тоңазытқышқа қоям. Егер осы видео ұнап жатса сіздерге, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап жүрсеңіздер, талай-талай видео салатын боламын. Сау болыңыздар.